Бір кездері жасыл шалғында Бабетта есімді жарқын және көңілді көбелек болды. Оның қанаттары кемпір қосақтың барлық түстерімен жарқырап, күн сайын өрістер мен ормандарды аралап, әр сәттен ләззат алды. Ол гүлдермен ойнағанды, құстармен сөйлескенді және ағындардың күңкілін тыңдағанды ұнататын. Оның өмірі қуанышқа толы болды және оған күн сайын жаңа жаңалықтар әкелді. Бір шуақты таңертең аспан бұлтсыз және жарқыраған күн жарқырап тұрғанда, Бабетта аспаннан кішкене жаңбыр тамшылары түсе бастағанын байқады. Бірақ бұл қарапайым тамшылар емес, күн сәулесі болды. Олар көктен құлаған кішкентай жұлдыздар сияқты жарқырап тұрды. Әр тамшы жарықты шағылыстырып, айналасында кемпір қосақ шеңберлерін жасады. Бұл Бабетта бұрын соңды көрмеген ғажайып еді. Алдымен көбелек бұл ерекше құбылысты мұқият бақылап отырды. Содан кейін ұстамай жақынырақ ұшып кетті. Алғашқы күн тамшысы оның қанатына тиген бойда, ол онымен ойнап жүрген жүздеген кішкентай күн қояндары сияқты жылы және жағымды шаншуды сезінді. Бабетта осы тамшылардың арасында қуанышпен айналып, олардың қанаттарына ақырын тиіп тұрғанын сезді. Ол биледі, көңілді күлді және әр сәтке таң қалды. Оның қуанышы соншалықты жұқпалы болды. Көп ұзамай оған басқа жәндіктер қосылды. Аралар, инеліктер және тіпті кішкентай отшашулар. Мысалы, Бузи арасы әдетте нектар жинаумен айналысқан, бірақ бүгін ол үзіліс жасап, осы ғажайыпты көруге шешім қабылдады. Ол Бабеттаға ұшып кетті де, оның билегенін көріп, әуеде айнала бастады, көңілді жылдады. Инелік Лина әрқашан жылдам және епті, жоғары жылдамдықпен ұшуды ұнататын, бірақ көбелектің билегенін көргенде, ол ұшуды бәсеңдетіп көңіл көтеруге қосылды. Әдетте түнде ғана пайда болатын өрт сөндірушілер бүгін ерекше жағдай жасауға шешім қабылдады және күндізгі қуанышқа қосылды. Көп ұзамай Лугавинаның басқа тұрғындары да көңіл көтеруге қосылды. Әдетте үйлерін салумен айналысатын құмырсқалар тоқтап, кішкентай аяқтарында көңілді билей бастады. Люси Ледибук әрқашан балаларына қамқор, сонымен қатар қанаттарын жайып, биге қосылды. Құстардың әндері биге әуендер қосып, ауаны толтырды. Кішкентай торғайлар твиттерде шырылдады, қарақұстар шырылдады, тіпті дана ескі бүркіт уолтер әдетте тыныш және байсалды. Бұл ғажайыпты тамашалап, көңілді құлады. Олардың барлығы бірге билеп, табиғаттың осындай таңғажайып құбылысынан ләззат алу мүмкіндігіне ие болғанына қуанды. Бабетта бақытты ең қарапайым нәрселерден табуға болатынын түсінді. Күн жаңбырында, достар тобында және өмірдің әр сәтінен ләззат алу қабілетінде, жаңбыр жауған кезде аспанда жарқын кемпір қосақ пайда болды. Бабетта мен оның достары оған қарап, осы керемет күн үшін бақытты және риза болды. Кемпір қосақтың әдемі және жарқын болғаны сонша, ол Бабетта бұрын соңды көрген барлық түстерден тұратын сияқты. Мына ғажайыпқа қара деп айқайлады Бабетта. Күн сайын табиғат бізге соншалықты сұлулық пен қуаныш сыйлайды. Сіз оны байқай білуіңіз керек. Ара Бузи келісті. Мен әрқашан жұмысты ең маңызды нәрсе деп ойладым. Бірақ бүгін мен қуанышпен көңіл көтеруге уақыт бөлу керек екенін түсіндім. Инелік Лина. Жылдамдық пен ептілік жақсы, бірақ кейде тоқтап, осы сәттен ләззат алуға тұрарлық деп қосты. Әдетте жұмыспен айналысатын еңдей құмырсқа, мен әрқашан өнімді болуға тырыстым, бірақ бүгін мен кейде тоқтап, жай ғана бақытты болу керек екенін түсіндім, деді кішкентай шамдарында жарқырап тұрған от шыбындары хормен. Біз бұл күнді есімізде сақтаймыз және әрқашан қарапайым нәрселерден қуаныш іздейміз, деді Люси Ледибук балаларын құшақтап. Бүгін маған отбасы мен достардың біздегі ең құнды нәрсе екенін көрсетті, деді. Содан бері Бабетта әрқашан өзіне және достарына әр сәттен ләззат алыңыз, өйткені бақыт тіпті ең кішкентай нәрселерден де табылуы мүмкін, егер сіз оларға ашық жүрекпен қарасаңыз, және шынында да күн сайын оларға жаңа қуаныштар мен жаңалықтар әкеліп, олардың өмірін жарқын және бақытты етеді. Күндер, айлар өтіп, аспанда күн сәулесінің тамшылары пайда болған сайын, Лугавинаның барлық тұрғындары сол керемет күнді еске алып, қарапайым нәрселердің қуанышын сезіну үшін жиналды.
Бабетта барлық адамдар үшін нағыз шабытшы болды. Бұл бақыт үлкен істерде емес, айналадағы сұлулықты көру қабілетінде екенін көрсетті. Осылайша, көбелек Бабетта және оның достары өмірдің әр сәтін бағалауды және оның әр минутынан ләззат алуды үйренді. Бұл күн сайын кішкентай ғажайыпқа айналды. Олар өмір сүрген шалғын әрқашан күлкіге, қуанышқа және үйлесімділікке толы болды.